Ağlarмысың асылдым, басымда сиқыр дуа бар ма? Неге жолым болмай кетті, неге жұрт сияқты жұмыс істеп жатырмын, бірақ қаражатым сол күйі, түк өзгеріссіз. Неге деген сұрақтарға жауап алайық. Тіл көз. Тіл көз енді бола береді. Сиқыр дуа. Сиқыр дуа. Өзім де солай ойладым. Бұл жерде әулеттен келатқан қармалған сондай тағдырлар, қармалған жағдайлар. Бұл қазіргі өмір сүріп жатқан жарық дүниедегі, қазіргі өміріңіздегі тіл көз, арқаңыздан сөйлеген өсек, аян, болмаса біреу жолдар жабылған, түйіншекке оқылған, бірдемеге дуа сиқыр бірдеме оқып, тұз шашып кетіп, жаңағыда топыраққа, болмаса молаларда бейіттердің басына барып оқығандар емес, бұл әулетіңіздің ішіндегі бір қасірет, қиындық, бір қиянаттар, соның зардабын сіздер өтеп жатсыздар. Қай деңгейге жеттіңіздер? Толығымен орындап келатсыздар. Адам туылар алдын біз келісім шартқа қол қоямыз, жанымыз. Осы әулетте дүниеге келем, осы әулеттің ұрпағымын, осы әулеттің бүкіл қиын, қыстау, болмаса той томалақ, болмаса баршылықта да, тоқшылықта, жоқшылықта да мен осы әулетім даңқ үшін, әулетім үшін бәріне дайынмын, бәріне мойынсұнамын деп сіз өз жасап жатқан еңбегіңізді абыроймен, даңқпен кәдімгі күшті өтеп келе жатсыз. Қиын, оңай емес, бірақ өтеп келе жатсыздар. Әулетіңіз өте сізді жақсы көреді, ата-баба аруақтары қатты сіздерді жақсы көреді, бірақ сіз өзіңізді мынандай халде сезініп тұрсыз. Асар асуыңыз алыс емес. Таң атады, таң атудың алдында қатты қараңғы болады. Сондықтан атар таңыңыз әлі алда. Мынандай жағдайдан, мынандай мұңай естіген, сіз сорлы емессіз, бейшара емессіз, әулетіңіз арқаңыздан күшті демеп, жебеп жасқап тұр. Сіз тек алушысыз, енді әулетіңіз сізге береді, Құдай қаласа.